Сотталғандарды жұмыспен қамту және шағын бизнесті дамыту осы екеуін бірге алып жүруге қазір мемлекетімізде жеңілдіктер бар. Мәселен, ЕС 164-3 түзету мекемесінде 6 бірдей кәсіпкер өз ісін дөңгелетіп отыр. Бірі ағаш кесіп тақтай тілсе, енді бірі темірден түйін түйіп пайда табуда. Ыбырай Саликов ағаш өңдеп пайда тауып жүрген жан, өзінің жеке кәсіпкерлігі бар. Осыған дейін Ресей жерінде табыс тапса, өткен жылдан бері ЕС 364-3 түзету мекемесінде жеке ісін ашқан. Қазір Саликов жеке кәсіпкерлігінде 36 жазасын өтеуші еңбек етуде. Көбіне ағаштан түрлі бұйымдар жасайды, тіпті үй құрылысына қажетті бөренелерді де дайындайды. Сұраныс болса әрине. По приезду сюда, значит, мы прошли по промзоне, показали нам здание. Маған бұл жерде ісімді дөңгелету тиімді болып отыр. Орынды жалдағаным үшін ақша төлемеймін, тек коммуналдық шығындарды өтеймін. Жұмыс қолы да жетерлік. Әрі жұмысшыларым жұмысқа шықпай қалады деп қорықпаймын. Бәрі тәртіппен жүреді. Еңбек ақыларын уақытында төлеймін. Шағын бизнесі барлар үшін бұл үлкен көмек. Қазіргі кезде ЕС 164-3 түзету мекемесімен 6 бірдей кәсіпкер әріптес болып отыр. Онда 94 сотталған еңбек етуде. Мына бұйымдардың барлығын жазасын өтеушілер өз қолдарымен жасапты. Сұраныс болса бәрінде жасауға қазір. Олар үшін біріншіден уақытты тиімді өткізу болса, екіншіден аз да болса пайда табу. Жарты жылдан бері бұл жерден қызмет істеп отырмын. Осы ИП Саликов деген осындай ИП ашты. Соған жұмысқа кіріп, есіктен жауып отырмын. Тез бостандыққа шығу үшін. Жуырда арыз бердім, сотымды күтіп отырмын, бостандыққа шығуға. Уже 5 жылдан бері отырмын. Алдында жұмыс болған жоқ. Темір тордың ар жағындағы азаматтарды жұмыспен қамту бұрындары қиын болатын дейді прокурорлар, ал қазір болса ілгерілеу бар екен. Тек қол ұшын беретін кәсіпкерлер болса болғаны. Түрменің ішіндесін дөңгелетуге қорықпау керек дейді құзырлы орган өкілдері. Я хочу отметить, что сейчас это уникальная возможность открыть или развить свое производство. Менің айтарым, жеке кәсібіңізді ашқыңыз келсе, бірақ неден бастарыңызды білмесеңіз, біз сізге 100 ұсыныс тастай аламыз. Соның арқасында шағын бизнес ашуға мүмкіндігіңіз болады. Мұның бәрі мемлекеттік бағдарламаларда да қарастырылған. Елбасымыз сотталғандарды жұмысқа тарту жағында айтқан болатын. Сондықтан жеке кәсіпкерлермен әріптес болып отырамыз. Абақтыда отырып еңбек етіп жүрген азаматтардың барлық құқықтары қорғалған. Оларға жалақы төленеді, зейнетақы қорына ақшалары аударылады. Ал өндірістік жарақат ала қалған жағдайда да көмек көрсетіледі екен. Гүлнар Сайлауқызы, Дулат Мұсафиров, ақпарат.